Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белгілі бір туризм бағыты бойынша қажетті арнайы дене шынықтыру жаттығулары. Сабағымыздың мақсаты белгілі бір туризм бағыты бойынша қажетті арнайы дене шынықтыру жаттығуларын айқындау. Сабағымыздың барысы туристік дайындық пен жаттығуды анықтау, олардың негізгі спорттық сауықтыру міндеттері, туристік дайындық мазмұны және оның кезеңдері, туризмдегі жаттығу үрдісінің құрылымы. Рекреация латын тілінен аударғанда қалпына келтіру деген мағына береді. Адамның еңбек процесінде жұмсаған дене және рухани күштерін қалпына келтіру мен дамыту деген мағынаға келеді. Туристік дайындық пен жаттығуды анықтау, олардың негізгі спорттық сауықтыру міндеттері. Кез келген рекреациялық және спорттық туристік іс-шаралардың табыстылығы мен қауіпсіздігі дәрежесі олардың қатысушылары мен нұсқаушыларының жан-жақты дайындығына негізделеді. Олар осы жорыққа, жарыстарға тән жүктемелерді ауыстырып, маршруттың жүктелген учаскелерін және жарыстардың техникалық кезеңдерін апатсыз еңсеруге, қажетті туристік іс-шараны сауатты ұйымдастыруға және өткізуге, оның ішінде осы іс-шараларға басшылықты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін физикалық, моральдық ерік-жігерлік, теориялық және техникалық, тактикалық дайындыққа ие болуға тиіс. Мұндай туристік дайындық спорттық туристік қызметтің барлық қатысушылары мен рекреациялық туристік іс-шаралардың нұсқаушы құрамы үшін міндетті. Туристік дайындық процесі неден тұрады? Туристік дайындық туристік іс-шараларды, жорықтар мен жарыстарды табысты, тиімді және қауіпсіз өткізу үшін қажетті білім, білік, дағды жүйесін қалыптастыру процесі болып табылатынын анықтаймыз. Спорттық туризмде туристердің туристік дайындығы оларға тән табиғи кедергілерді тиімді еңсеруге, саяхаттың осы ауданында өзінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуді дұрыс ұйымдастыруға, туризмді табысты бағдарлауға мүмкіндік береді. Туристік дайындық қандай міндеттерді шешуге арналған? Жоғарыда біз арнайы туристік дайындық процесінде шешілетін өзіне тән міндеттерді мысалдармен келтірдік. Спорттық туристік дайындықтың маңызды бағыттарын жүйелеуге тырысамыз және оның басты міндеттерін анықтаймыз. Сонымен туристік дайындық келесі міндеттерді шешуге бағытталған. Туристік қызмет негіздері бойынша қажетті көлемді білім алу, дене тәрбиесінің теориясын, әдістемесін және ұйымдастырылуын, туризмдегі спорттық жаттығуды зерделеу. Туристік іс-шараларға қатысушылардың дене дайындығының қажетті деңгейін қамтамасыз ету. Жоғары тұлғалық мінез-құлық қасиеттерді және туристік топта қолайлы психологиялық климатты қалыптастыру дағдыларын тәрбиелеу. Туристік техника мен тактиканы жан-жақты меңгеру. Рекреациялық және спорттық туристік жорықтар мен жарыстарды басқаруда, оның ішінде тәуекелдерді басқаруда шеберлікті жетілдіру. Жалпы теориялық дайындық дегеніміз не? Жалпы теориялық дайындық бұл туристік қызметте қажетті пәндер бойынша білім қалыптастыру процесі. Мұнда экология және қоршаған ортаны қорғау, география, туған өлкенің тарихы, мәдениеті және басқа да жорықтарды өткізу аудандарындағы білім беруді жатқызамыз. Сонымен қатар теориялық дайындыққа туризмнің нормативтік басқарушылық негіздері, туристік кадрларды даярлау жүйесі және тағы басқа туралы білімді қалыптастыру жатады. Яғни, жалпы теориялық дайындық бұл туристік қызметті тиімді жүзеге асыру үшін қажетті әртүрлі білім алуға бағытталған теориялық дайындық. Арнайы туристік дайындық дегеніміз не?
Арнайы дайындық бір жағынан туристер арнайы білім жүйесін қалыптастыруды білдіреді. Арнайы категорияларға, мысалы, жорықтарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесін білу. Маршруттың табиғи кедергілерін жеңуді, техникалық тәсілдер мен құралдарын, спорттық туризмдегі разрядтық талаптарды және тағы басқаларды білу. Бұл ретте дағды санаты деп оқу және жаттығу процесінде автоматизмге жеткізілген белгілі бір іс-қимылдарды, жұмыстарды орындай білуді түсінетін боламыз. Арнайы туристік білімді ептілік және дағдыны қалыптастыру қозғалыс тәсілдері бойынша туризм түріне айтарлықтай көңіл бөле отырып жүзеге асырылады. Мысалы, сақтандыруды ұйымдастыру техникасы, жеңу тәсілі және табиғи кедергілердің сипаты, жаяу жүргіншілер, шаңғы, су туризміне қатысты өте ерекше. Мұндай ерекшелік әрине арнайы дайындықтың ерекшеліктерін анықтайды. Турист өзінің алдына таңдаған туризм түрінде неғұрлым жоғары спорттық мақсаттар қойған сайын, оның дайындығы ерекше болады. Сондықтан іс жүзінде әртүрлі туризм түрлерінде бірдей жақсы спортшы және маман болу қиын. Туристік дайындық мазмұны және оның кезеңдері. Туристік дайындық өзара байланысты, дайындық бағыттарынан түрлеріне тұратын жеткілікті күрделі, көп деңгейлі жүйені білдіреді. Туризмде туристік дайындықтың келесі түрлерін бөліп көрсетуге болады. Жалпы теориялық дайындық. Аралас білім бойынша дайындық. Туризмнің негіздері, нормативтері бойынша даярлау. Арнайы туристік дайындық. Ұйымдастыру. Топографиялық, техникалық, тактикалық, психологиялық және қауіпсіздікті қамтамасыз етуден тұрады. Физикалық дайындық түрлері. Жалпы дайындық, арнайы дайындық, интегралдық, туристік жорықтар, туристік жарыстар. Арнайы дайындық қандай бөлімдерден тұрады және олардың мазмұны қандай? Ұйымдастырушылық дайындық бұқаралық және күрделілігі әртүрлі деңгейдегі туристік іс-шараларды ұйымдастырудың білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыруды қамтиды. Туристерді туристік іс-шараны мақсаттары мен міндеттерін анықтайды. Туристік топты жасақтау, сапар маршрутын және оның жоспар кестесін әзірлеу, туристердің жарағы мен тамағын рационын дайындау әдістемесін дайындайды. Дайындау барысында турист қажетті құжаттарды құрастыруды, туристік жарыстардағы қашықтықты жоспарлауды, басқа да ұйымдастыру міндеттерін шешуді үйренеді. Топографиялық дайындық картаны оқуға және карта бойынша қажетті өлшеулерді жүргізуге, жорық бағыты мен жарыс қашықтықтарын бағдарлауға, тиісті аспаптар мен құралдарды меңгеруге мүмкіндік беретін топография элементтері бойынша білімді, шеберлікті және дағдыларды қалыптастыруды көздейді. Техникалық дайындық жорық бағыты мен жарыс қашықтықтарында кездесетін табиғи кедергілерді тиімді және қауіпсіз еңсеруге мүмкіндік береді. Ол туристік сақтандыру техникасы, жергілікті жерді бағдарлау, іздестіру, құтқару жұмыстары және табиғи кедергілер бойынша қозғалыс техникасы бойынша білім қалыптастыруды қамтиды. Тактикалық дайындық әртүрлі туристік міндеттерді шешуді оңтайландыратын мақсатты іс-қимылдарды жүзеге асыруда. Тактикалық дайындық туристің маршрутта өз күшін ұтымды бөлуге, қозғалыстың оңтайлы жолын таңдауға және кедергілерден өту тәсілін таңдауға, жүріс күнінен және тағы басқа кейін күштерді қалпына келтіруге үйрету мақсатын көздейді. Психологиялық дайындық турист психологиясының негіздері бойынша білімді қалыптастыруда және тұлғалық психикалық қасиеттерді тәрбиелеуді қамтиды. Батылдық, мақсаткерлік, шыдамдылық және ұжымдыққа тәрбиелеу. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша дайындық туристік қызметке тән объективті және субъективті қауіптер туралы білімді, дала жағдайында зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетуге, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруды қамтиды. Туристің интегралды дайындығының мазмұны қандай?
туризмдегі интегралдық дайындық тікелей туристік жорықтар мен жарыстар жағдайында жүзеге асырылады. Ол шын мәнінде маршруттың табиғи кедергілерін және жарыс қашықтықтарын жеңуді, шеберлікті арттырудың, туристік іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізуде қажетті білім мен дағдыларды алудың негізгі құралы болып табылады. Нұсқаушылар құрамы мен спорттық сауықтыру туризмін дайындау деңгейлері. Дайындық деңгейі. Бастапқы деңгей. Базалық деңгей. Мамандандырылған деңгей. Жоғары деңгей. Туристік санаттар, соның ішінде спортшыларға арналған. Бірінші санаттан бастап 6 санатқа дейінгі санаттарды қамтиды. Аттестатталатын туристер санаты нұсқаушыларға арналған. Спорттық туризмді ұйымдастырушылар. Спорттық туризмнің нұсқаушылары. Бірінші, екінші санат. Аға нұсқаушылар. Аға нұсқаушы әдіскерлер. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе жорық бағытын немесе спорттық туристік жарыстарды сәтті еңсеру үшін жүйелі түрде дене шынықтырумен айналысу, топографиялық дайындықты, туризмнің техникасы мен тактикасын, психологиялық білімдерді жетілдіру арқылы қол жеткізуге болады. Ең бастысы техникалық қауіпсіздікті естен шығармауымыз қажет. Келесі сабақта кездескенше сау, саламат болыңдар.